Барлықтарыңызға сәлем, каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай әдемі 3D болып көрініп тұратын аққұманның астына қоятын салфетканың мастер-классын ұсынамын. Тоқылуы өте оңай. Ол үшін бізге керегі тек екі ғана зат, ол жіп және де сол жібіңізге сәйкес крючок. Енді мен өзім жібімді айтатын болсам, осындай түсті таңдадым. Alize Cotton Gold Hobby деп аталады. Және де әрбір жіптің артында оған қандай крючок, қандай спицы қолдануға болатыны барлығы жазылады. Мына жерде бұл жіпке 3,5-нан 5-ке дейінгі спицы қолдануға болады, және де 2 мен 4 аралығындағы крючок қолдануға болады делінген. Мен осындай 3-ші номерлі крючокпен тоқиын деп жатырмын. Дәл осылай сізде өзіңізге ұнайтын жіпті таңдайсыз және соған сәйкес крючогыңызды аласыз. Енді бастаймыз. Ең алдымен кішкене жіпті қатып алайын. Ең алдымен мен сіздерге тоқудағы орысша терминдармен айтамын, өйткені оның қазақша аудармалары жоқ, бірақ ол не екенін барлығын түсіндіріп отырамын. Ең бірінші кольцо амигуруми деп айталады, оны қалай жасалатынын көрсетеміз. Осылай жіптің шетін қолыңыздың үстіне қоясыз, және де мынау жұмыс жібі. Соны айналдырып алып келеміз. Енді осы жерден астынан крючогыңызды кіргізесіз, және де мынау жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Осы кольцо амигуруми деп аталады. Бұны тартқан кезде жиналатын кольцо. Енді екі воздушная петля жасаймыз. Воздушная петля деген қалай жасалады? Крючогыңызда жіп тұр, жұмыс жібін іліп аласыз, және крючогыңыз әр қашан осылай қиғашынан астыға қарайды. Тіке сізге қарамайды, жоғарға қарамайды, астыға қарамайды, қиғашынан қарайды. Сол кезде сізге тоқу оңай болады. Осылайынан крючокты қаратып, жіпті алып шығамыз. Бұл бізде бір воздушная петля. Енді екеу жасаймыз. Екеу жасадық. Бұл бізде бір столбик с накидом, соның рөлін атқарады. Енді бізге мынау кольцоның ішіне 18 столбик с накидом жасау керек. Ол қалай жасалады? Столбик с накидом деген, жібіңізге осылай ілесіз, крючокқа, то есть бұл накид деп аталады. Ілдіңіз. Енді осы кольцоның ішіне кіргіземіз, жұмыс жібін алып шығамыз. Сол кезде сізде крючокта 3 жіп болады. Енді жұмыс жібін іліп алып, бірінші 2 жіптен өткіземіз. Тағы да жұмыс жібін іліп алып, тағы 2 жіптен өткіземіз. Сіз сол кезде бір столбик с накидом жасадыңыз. Тағы да накид жасаймыз. Крючоктың ішіне, кольцоның ішіне кіргіземіз. Жұмыс жібін бірінші 2 жіптен өткіземіз, одан кейін жұмыс жібін тағы да іліп алып, екінші 2 жіптен. Сіз 3 столбик с накидом жасадыңыз. Дәл осылай біз 18 столбик жасап шығамыз. Мынау бірінші есептелмейді, одан бөлек 18, яғни мынау 1, 2, 3, 4, 5. 18 столбик с накидом жасадық. Енді мынау біздің жібімізді тартамыз. Сол кезде сіздің кольцоңыз жиналды. Енді біріктіреміз. Ол үшін алдындағы біздің көтерген 3 столбигіміз бар ғой, соның екіншісіне, 3 петлямыз, соның екіншісіне кіргіземіз. Және де жіпті алып шықтық. Енді бірден крючоктағы жіптен өткіземіз. Бұл бізде соединение деп аталады, соединительная петля. Осымен біз бірінші қатарымыздағы 18-ін шығардық. Енді екінші қатар столбик без накида жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Дәл осы жаңағы шығарған столбигіміз бар ғой, сол жердегі тұрған өрілген косичкалар сияқты. Сол жердегі бірінші косичканың артқы жағындағы жібіне, артқы жағындағы жібіне кіргіземіз. Алып шығамыз жұмыс жібін. Сізде 2 болды. Енді жұмыс жібін іліп алып, осы 2-іне өткіземіз. Сіз столбик без накида жасадыңыз. Тағы да бұлай ілмейміз, накид жасамаймыз. Тек қана мынау косичкалар сияқты тұр ғой, өрілген, соның артқы жібіне кіргіземіз.
жұмыс жібін іліп алып шығамыз. 2 жіп болды крючогымызда. Жұмыс жібін іліп алып екеуіне өткіземіз. Екінші столбик без накида жасадық. Үшінші косичканы артына кіргіземіз. Жұмыс жібін ілеміз. Төртінші косичканы артына кіргізіп жұмыс жібін алып шығамыз. Сосын осы екеуінен өткіземіз. Міне, әр бір косичкаға, яғни әр бір столбиктің үстіне осылайынан без накида столбик жасап шығамыз. Және де мына артқы жағына кіргіземіз. Косичканың артқы жағына. Сіздің мынау жұмысыңыз бітіп жиналып атқан сияқты болып көрінуі мүмкін. Қорықпаңыз, ол осылай жинала береді, артынан ол түзеледі. Міне, айналдырып тоқып келдік. Енді келген кезде мына жерде бір петля қиғашынан болады, сосын қалғандары былай тігінен кетеді. Ол қиғашынан тұрған есептемейміз, ол бағана біздің басындағы көтерген петлямыз. Ендеше мына келесі, көріп тұрсыздар, келесі өрілген косичка, соған кіргіземіз. Толығымен 2 косичканың екеуінен де өткіземіз, артқы жағына емес, екеуінен де өткіземіз. Және де соединительно жасаймыз. Ол дегеннің жұмыс жібін алып шықтық, және бірден крючоктағы жіптен өткіземіз. Міне, біз біріктірдік алып келіп. Енді бізде осы қатарда 18 не болу керек, петля болу керек. Яғни мынандай өрілген косичкалар 18 штук болу керек. Енді 2 воздушная петля жасаймыз. Енді дәл осы біздің шығып тұрған петлямызға тағы да бір столбик с накидом жасаймыз. Яғни мына жердегі шығып тұрған петляға біз 2 столбик жасадық. Енді әр бір петляға 2 столбик с накидом жасап шығамыз. Міне, келесі мына өрілген соған накид жасаймыз. Артқы жағына емес, 2 өрілген косичканың екеуінен де өткіземіз. Бірінші столбик с накидом, тағы да накид жасаймыз. Тура сол жерге тағы да екінші столбик с накидом жасадық. Енді мына келесі міне өрілген, ол жерге де 2 жасаймыз, накид жасадық. 1, тура сол жерге 2. Енді келесіге тағы да 2. 1, тура сол жерге екіншісі. Енді мына келесі косичкаға да 2 жасаймыз. 1, 2. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңыз міне қайтып жайылып дөңгеленіп келе жатыр. Дәл сол айнаның әр қайсысына 2 столбик с накидом жасап шығамыз мына жерге дейін. Міне әр бір петляға 2-2-ден тоқып айналып келдік. Енді мынау бізде 3 воздушный петляның екіншісіне келіп қосамыз. Екіншісінен крючокты өткіземіз. Жұмыс жібін алып шығамыз. Бірден крючоктағы жіптен өткіземіз. Міне, бұл бізде соединение деп аталады. Бұл жерде жаңағы біріншісінде бізде 18 петля болды ғой. Әр қайсыда 2-ден тоқыдық. Мына қатарда сізде мына өрілген косичкалар, яғни петлялар 36 болу керек. Соңында бізде шетінде узорлар әдемі шығу үшін, дұрыс шығу үшін әрбір қатарыңызды санап отырыңыз, егер бірінші рет тоқып тұрсаңыз. Сол кезде артынан узорға бізде бір петляның жетпей қалғаны немесе артық болып қалғаны әсер ететін болады. Келесі қатар жасаймыз. Енді бағанаға екінші қатардағы жасағанымызды қайталаймыз. Ол үшін бір воздушная петля жасадық. Содан кейін дәл осы шығып тұрған косичканың артқы жағынан кіргіземіз. Столбик без накида жасаймыз. Оны білеміз, я уже. Келесі косичканы да артқы жағынан өткіземіз. Жұмыс жібін іліп алдық. 2 жіп, жұмыс жібін іліп, екеуінен өткіземіз. Столбик без накида. Әр қайсысына жасап шығамыз. Осы кезде сіз санап отырсаңыз болады. Жаңа сізде 36 петля болса, енді сол 36-сына 36 столбик без накида жасаймыз. Яғни әр бір мына өрілген косичканың артқы жағынан өткізіп, столбик без накида жасап шығамыз. Міне айналып 36 столбик без накида тоқып шықтық.
осылай сіздің домаланып жиналып қалады, уайымдамаңыз. Содан кейін енді мына жерден қиғашынан тұрған петляға біріктірмейміз оны. Одан кейінгіге косичканың екеуінен де өткіземіз. Жұмыс жібін алып шығамыз. Бірден крючоктағы жіптен өткіземіз. Енді келесі қатарды бастау үшін 2 воздушная петля жасаймыз. 2 воздушная петляға көтердік. Келесі қатарды бастау үшін. Енді дәл осы біздің столбигіміз шығып тұрған жерге 1 столбик с накидом жасаймыз. Енді келесі мынау косичкаға, келесі петляға 1 столбик с накидом. Енді одан кейінгі петляға 2 столбик с накидом жасаймыз. 1 петляға 2 столбик. Міне, осы жерге тағы да біреу. Ал келесі петляға тек біреу ғана. Одан кейінгіге 2. Солай чередовать етеміз, яғни 1, 2, 1, 2. Міне айналып тоқып келдік. Тағы да жаңа біздің жиналып қалғанымыз тағы да жайылды. Енді бағана көтерген ең бірінші 2 воздушный петляның екіншісіне келіп соединение жасаймыз. Міне. Бұл қатарда бізде 54 петля болу керек. Бірінші рет тоқып тұрсаңыз, тағы да қайталап айтамын, санап отырыңыздар. Себебі біздің соңында узорларымыздың барлығы осы петля санына байланысты болады. Ал егер доп-домалақ қып тоқи бергіңіз келсе, онда осылайынан тоқи берсеңіз болады. Дәл менікінен қайталап отырсаңыз, бірдей шығу керек. Енді келесі қатар дәл бізде мынау екінші, төртінші қатарлар секілді болады. 1 воздушный петлямен көтереміз. Және де дәл осы косичканың артқы жағына кіргізіп 1 столбик без накида жасаймыз. Келесі косичканың да артқы жағына кіргізіп столбик без накида. Келесісіне де солай артқы жағына кіргізіп столбик без накида. Дәл осылай 54 рет қайталаймыз. Яғни бізде 54 петля болса, 54 петляға 54 рет осындай столбик без накида жасап шығамыз. Міне, айналдырып 54 столбик без накида жасап шықтық. Және де естеріңізде болса, бұл қатарда қиғашынан тұрған біреуге емес, одан кейінгі петляға кіргізіп соединительный жасаймыз. Міне, мынау кішкене бұл жиналған, ол қазір одан кейінгі қатардан кейін тағы да жайылады. Одан кейінгі қатар мына видеоға түспей қалыпты. Жартысына тоқыған кезде қарадым. Міне, жаңағы тоқып шыққаннан кейін 54 столбик без накида, сосын 2 воздушная петляға көтереміз. Дәл сол жерге тағы да 1 столбик с накидом жасаймыз. Одан кейін 2 петляға бір-бірден, одан кейін 3 петляға 2, одан кейін бір-бірден, одан кейін 2, бір-бірден 2. Ол қалай? Қазір көрсетем. Міне, мынау петляларға, мынау тұрған петля, біз уже 2 жасадық. Енді келесі петляға 1 столбик с накидом. Одан кейінгі петляға да 1 столбик с накидом. Ал одан кейінгі петляға сразу 1 петляға, яғни 1 тесікке 2 столбик с накидом жасаймыз. Одан кейін бір-бірден 1 одан кейінгі петляға 2. Дәл солай қайталана береді. Міне, басында бастадық. Бірден столбикқа біреу қостық, значит 2 болды. Одан кейін бір-бірден, одан кейін 2, бір-бірден 2, бір-бірден 2,
Дәл солай қайталанып шетіне дейін келеміз. Міне айналып тоқып келдік. Тағы да бірінші көтерген екі петляның, воздушный петляның екіншісіне келіп соединение жасаймыз. Бұл қатарда сізде 72 петля болу керек. Ой, шатасып кетті қазір. Екінші воздушная петляға кеп соединение жасадық. Бұл қатарда сізде 72 петля болу керек. Енді одан кейінгі қатар бізде тағы да бір воздушная петля жасаймыз. Дәл осы петляның артқы жағына өткіземіз. Столбик без накида жасаймыз. Білеміз, әрбір жұп қатар, яғни тақ емес жұп, екінші, төртінші, алтыншы, сегізінші қатар бізде бірдей. Бір-бір столбик без накида, ешқандай прибавление ештеңесіз. Әрбір косичканың артына, артқы жағына осылайнан столбик без накида тоқылады. Әрбір жұп қатарда сондай. Міне мынау қатарды да аяқтадық. 8-ші қатар. Білеміз, бұл қатарда қиғашынан тұрған петляға емес, келесісіне кіргізіп соединение жасаймыз. Міне біз 8-ші қатарды да аяқтадық. Енді 9-ші қатар. 9-ші қатар да дәл басқа тақ қатарлар секілді болады. 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы жерге столбик с накидом жасаймыз. Енді прибавлениені біз әрбір 3 петлядан кейін жасаймыз. Прибавление, яғни бір петляға 2 тоқу деген. Әрбір 3 петлядан кейін жасаймыз. Ендеше бірінші мынау 3 петляға бір-бірден столбик с накидом жасаймыз. Міне бірінші петляға столбик с накидом жасадық. Екінші петляға столбик с накидом. Үшінші столбик с накидом. Енді одан кейінгі 4-ші петляға 2 столбик с накидом жасаймыз. Одан кейінгі 3 петля бір-бірден, одан кейін 2. Бір, 2, 3. Бір-бірден, енді келесі петляға 2 жасаймыз. Дәл солай әрбір 3 петлядан кейін прибавка жасап отырамыз. Яғни 3 петляға бір-бірден, одан кейінгі 2. 3 петляға бір-бірден, одан кейін 2. Міне қатарды айналып соңына дейін келдік. Тағы да 2-ші петляға келіп соединение жасаймыз. Міне бұл қатарда бізде 90 столбик с накидом болу керек. Яғни 90 петля болу керек шеттеріндегі өрілгендерді санаған кезде. Дәл осылай сіздің мынау дөңгелегіңіз үлкейе береді. Бірінші қатарда бізде 18 болды. Содан кейін екінші қатар біз тура сол 18-ді қайталадық без накида. Одан кейінгі қатарда біз әр қайсына 2-2-ден тоқып шықтық. 36 жасадық. 36 столбик болды. Одан кейін 4-ші қатарда тура 36-ны қайталадық. Одан кейін 5-ші қатарда біз әрбір бір столбиктен кейін қосып отырдық. Яғни бір столбик, сосын 2, бір столбик, 2, бір столбик, 2. Солай бізде 54 петля болды. Одан кейінгі қатар 54-ті қайталадық. Одан кейінгі, бұл бізде 6-шы қатарда, 7-ші қатарда біз әрбір 2 сайын қосып отырдық. Яғни 2 столбик, сосын 2. 2 столбик бір-бірден, сосын 2. 2 столбик бір-бірден, сосын бір петляға 2. Солай жасадық. Одан кейінгі 8-ші қатарда біз тура соны қайталадық. 72 петляны. Енді одан кейінгі біздің 9-шы
қатарымызда біз әрбір 3 столбик сайын прибавка жасадық. Яғни 3 столбик, одан кейін 2, 3 столбик 2, 3 столбик 2. Дәл солай. Егер тағы да үлкейте берсеңіз, қазір одан кейін 10-шы қатарда тура осы 90 петляны қайталап шығасыздар. Одан кейін әрбір 4 столбик сайын қосамыз. Одан кейін әрбір 5 столбик сайын қосамыз, әрбір 6 столбик сайын. Солай мынаны үлкейте берсеңіз болады өзіңізге керек көлемде. Мен осы жерден тоқтап, ары қарай енді әдемі узорларын жасаймын. Сіз де өзіңізге керек диаметрде тоқып алғаннан кейін ары қарай узорын жасайсыз. Бірақ міндетті түрде санап, шатаспай тоқуға тырысыңыздар. Өйткені узорыңыз соған байланысты болады. Дөңгелек қана керек болса, дәл осы күйінде тоқтатып қайта бітірсеңіз де болады. Ары қарай узорды бірге тоқиық ендеше. Ал енді ары қарай қалай тоқимыз? Узорға келген кезде шетіндегі осындай столбик с накидом тоқтау керек. Одан кейінгі жаңағы без накида тоқитынды оны тоқымайсыз. Осындай қатарға келген кезде узорымызды бастаймыз. Ол үшін мұқият қараңыздар. 2 воздушная петля жасаймыз. Енді накид жасаймыз. Тура осы біздің тесігімізге, яғни осы петлямызға кіргіземіз. Жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Және де бірінші екеуін тоқимыз. Одан кейін екеуін тоқымаймыз. Яғни столбик с накидом тек жартысын тоқимыз. Тағы да накид жасаймыз. Тағы да сол жерге тағы да жартылай столбик с накидом жасаймыз. Міне. Сол кезде сізде 3 петля болды крючогыңызда. Енді жұмыс жібін іліп алып, осы үшеуінен сразу бірден өткіземіз. Міне. Бізде осындай әдемі шишка деп айтады. Осындай жасадық. 3 столбиктан тұратын. Енді 1, 2, 3 воздушная петля жасаймыз. Енді осы тесікке тағы да осындай шишка жасаймыз. Яғни накид жасаймыз. Дәл осы тесікке кіргіземіз. Алып шығамыз. Екеуінен өткіземіз. Одан қарай жалғастырмаймыз. Жартылай столбик. Тағы да накид жасаймыз. Дәл сол тесікке тағы да. Екінші жартылай столбик. Тағы да накид жасап сол жерге. Үшінші жартылай столбик. Міне, сізде сол кезде 4 болады крючогыңызда. Енді бірден осы 4-еуінен бірақ өткіземіз. Міне. Екінші шишканы жасадық. Тағы да 3 воздушная петля. Дәл осы тесікке жылжымаймыз ары қарай. Дәл осы тесікке тағы да 3-ші шишканы жасаймыз. Яғни жұмыс жібін іліп алып шықтық. Жартылай столбик 1. Жартылай столбик 2. Жартылай столбик 3. Сол кезде бізде крючокта 4 жіп болады. Бір-бірінің үстіне шығып кетті. Енді осы 4-еуінен бірден өткіземіз. Міне, біздің бірінші гүліміз секілді басталды. Міне бізде осындай бірінші гүл секілді пайда болды. Енді мына жерде біз жасаған петлядан кейін мына астына бетіп кіріп кетпесін қарап алыңыздар. Міне 1 петля, 2 петля қалдырамыз. Үшіншіге крючокты кіргіземіз де 1 столбик без накида жасаймыз. Міне. Енді тағы да 1-2 петля өткіземіз. Үшіншіге мынау гүлді қайталаймыз. Яғни накид кіргіземіз. Жартылай тоқимыз. Екеуін өткізбейміз. Тағы да накид дәл сол жерге. Тағы да жартылай. Үшінші ол да жартылай. Енді осы тұрған 4 жіптен бірден өткіземіз. Міне, біздің мағанағына гүліміздің біріншісін жасадық. Енді 3 воздушная петля. Дәл осыны тағы да осы жерге 2 рет қайталаймыз. Бірінші жартылай столбик. Екінші жартылай столбик. Бай өтіп кетпесін.
үшінші жартылай столбик. Енді осы төртеуінен бірден өткіземіз. Міне, екінші гүлімізді жасадық. Тағы да 3 воздушная петля. Дәл осы тесікке тағы үшіншісін жасаймыз. Бірінші жартылай, екінші жартылай, үшінші жартылай. Енді осының бәрінен бірден өткіземіз. Міне, біз екінші гүліміз тағы жасадық. Мына гүлдің астына мына петлялар бетіп кіріп кетпеу керек. Өйткені біз бұны санаймыз. Міне, осы бірінші, екінші өткіздік, үшіншіге алып келеміз. Жай ғана столбик без накида жасап, гүлімізді тоқтатамыз. Міне, екінші гүл шықты. Енді тағы да мына жерден 1-2 петля өткіземіз. Үшіншіге тағы да жасаймыз. Дәл солай соңына дейін қайталаймыз. Тағы да осы біреуін көрсетейін. Төртеуін бірден өткіздік. 3 воздушная петля. Тағы да сол жерге. 3 воздушная петля. Және де тағы да сол жерге гүлдің үшінші жапырағын жасаймыз. Бұдан кейін уже воздушная петля жасамаңыз, Екі жасап. Мынау петля астына кіріп кетпесін. Бұны мұқият қараңыздар. Егер бұл бүйтіп астына кіріп кетіп жоғалып кетпесін, мына жерден басып санайтын болсаңыз, мынау петля содан кейін жетпей қалады бізге. Астына кіріп кетпеу керек. Міне. Осы екеуін өткіземіз. 1-2 өткіздік. Үшіншісіне әкеліп столбик, соединительный жасап жіберіппін ғой. Міне, 1-2 петля өткіздік. Үшіншісіне столбик без накида. 1-2 өткіземіз. Үшіншісіне 1 столбик без накида. Енді жұмысымызды бірінші біздің жасаған гүліміздің ең үстіңгі петляға, ең үстіңгі дегенде мынау 1-2. Так, міне 1-2-3 столбик тұр. Соның біріншісіне жұмыс жібін іліп алып шықтық. Бірден күршіктен өткіземіз өйстіп қостық. Енді бізге мынау гүліміз тұр ғой, соның мынау арқаға баруымыз керек. Сол жерге де соединительный жасаймыз, яғни кіргіземіз, жұмыс жібін іліп аламыз, бірден күршіктен өткіземіз. Міне, арқаның үстіне келдік. Енді 1-2 3 воздушная петля. 3 воздушная петля көтердік. Енді осы аркаға, осы үлкен болып тұрған тесікке тағы да 3 столбик с накидом жасаймыз. Яғни 1, 2, 3. Сонда бірінші біздің көтерген 3 петлямызбен есептеген кезде 1, 2, 3, 4 столбик болды. Енді мынау гүліміздің екінші аркасына дәл солай 4 столбик с накидом жасаймыз. Арасына ешқандай воздушный петля ештеңе жасамаймыз. Бірден 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Міне. Сол кезде біздің мына гүліміздің бір аркасына 4 столбик, екінші аркасына 4 столбик жасадық. Енді бізде әрбір гүлдің арасында міне біз бағана 1 столбик без накида жасадық. Соның екі жағына 1 столбиктан жасаймыз. 1 столбик с накидом. Міне. Яғни мынау столбиктің екі жағына. Міне, мына бір жағына столбик с накидом 1. И осы столбиктің екінші жағына мынадай жіптің астынан өткіземіз. Накид жасадық, өткіземіз. И 1 столбик жасаймыз. Не көрдіңіздер ма? Мынау столбик без накида, соның екі жағынан 2 столбик с накидом жасадық. Енді мынау гүлдің мынау арочкасында 4 столбик с накидом, екінші арочкасында 4 столбик с накидом жасаймыз. 1, 2,
3 4. Енді мынау арканың екіншісіне де 4 столбик. 1 2 3 4. Енді мынау столбик без накида, оның екі жағына бір столбик с накидом. 1 2. Дәл осылай барлығын қайталаймыз. Яғни гүлдің екі арочкасына 4 столбиктан с накидом, мынау жерде без накида столбиктің екі жағына бір столбиктан, дәл солай айналып барлығын тоқышамыз. Міне айналып тоқып шықтық. Әрбір арочкаға 4 столбик с накидом тоқып шықтық. Енді келіп біріктіреміз. Мына жерде бізде бір столбик без накида бар. Сол жерден екі жағынан 2 столбик с накидом тоқимыз. 1 және 2. Енді келіп мына бірінші біздің 3 рет көтергеннің үшіншісіне әкеліп соединение жасаймыз. Міне. Енді келесі қатарды өте мұқият қараймыз. Кішкене басқаша тоқылады. Қазір көрсетемін. Ол үшін мынау столбиктің үстіне келдік. 3 петля жасаймыз воздушный. Енді міне бізде 1 2 3 міне столбиктар тұр ғой с накидом. Енді соған былай тоқимыз. Накид жасаймыз. Және де мынау бірінші столбиктің мына жағынан кіргізіп, былайынан келесі жағынан алып шығамыз. Міне столбиктен өткіздік. Крючокта іліп аламыз жұмыс жібін. Кәдімгі столбик с накидом жасаймыз. Накид жасаймыз. Келесі мынау столбиктің бір жағынан кіріп, екінші жағынан шығамыз. Жұмыс жібін іліп аламыз. Кәдімгі столбик жасаймыз. Тағы да накид. Үшінші біздің столбиктің бір жағынан кіріп, екінші жағынан шығамыз. Жұмыс жібін іліп аламыз. Столбик с накидом. Міне 4 жасадық. Келесі 3 воздушная петля жасаймыз. Тағы да накид жасаймыз. Енді мына жерде бізде 4 тұр ғой. Енді 4-еуінен де солай жасаймыз. Бірінші столбиктің оң жағынан кіріп, сол жағынан шығамыз. Жұмыс жібін іліп аламыз. Міне, кәдімгі столбик с накидом, бірақ петляға кіргізбейміз, ал столбикке кіргіземіз. Яғни накид жасадық. Екінші столбиктің оң жағынан. Міне мына бірінші столбиктен тоқыдық. Екінші столбиктің оң жағынан кіргізіп, сол жағынан шығарамыз. Жұмыс жібін іліп аламыз. Міне, кәдімгі столбик с накидом жасап жатырмыз. Бірақ біздің столбиктардың астындағы соларға іліп оң жағынан кіреміз, сол жағынан шығамыз. Жұмыс жібін іліп алдық. 3 столбикті, 4-шісін оң жағынан кірдік, сол жағынан шығарамыз. Жұмыс жібін іліп аламыз. Кәдімгі столбик с накидом. Міне. Енді келесі бізде мына жерде 2 столбик. Енді оған былай тоқимыз. Накид жасаймыз, бірақ артынан емес, енді алдынан кіргіземіз. Алдынан кіргіземіз. Алып шығамыз, жартылай ғана тоқимыз. Тағы да накид жасаймыз, екінші столбиктің алдынан кіргіземіз. Жартылай столбик тоқимыз. Қазір шықпай қалдық. Міне, бізде 3 шіп болды, енді 3-еуінен бір-ақ өткіземіз бірдей. Міне. Дәл осылай барлығын қайталаймыз. Қазір тағы да көрсетемін. Міне бізде 4 столбик. Артынан кіргіземіз. Накид жасаймыз. Бірінші столбиктің артынан кіргіздік. Столбик с накидом жасадық. Екінші столбиктің артынан кіргізіп, столбик с накидом жасадық. Үшінші столбиктің артынан кіргізіп,
төртінші столбиктің артынан кіргіздік. Міне, енді екінші біздің 4 столбик арасына 3 воздушная петля жасаймыз. Бірінші столбиктің артынан бір столбик с накидом. Екіншісіне столбик с накидом. Үшіншісіне теріс жағынан кіргіземіз. Изнаночный дейді ғой. Енді мына жерде екеу, оның оң жағынан, яғни алдынан столбик с накидом, жартылай. Екіншісіне де столбик с накидом, жартылай. Енді үшеуін бірақ тоқимыз. Қалғандарын бар. Міне айналып тоқып келдік. Енді бізде мына жерде соңғы 2 столбик қалды. Оған алдынан жартылай бір столбик, екіншісіне де жартылай бір столбик, үшеуін қосып біреу жасаймыз. Енді мынау біздің столбиктің екіншісіне әкеліп соединение жасаймыз. Енді әрі қарай қалай тоқимыз? Мына жерде бізде міне 3 столбик қалды, я. Мынау 4-шісіне біз соединение жасадық. Дәл соған қайтадан столбик без накида жасаймыз. Просто столбик без накида. Келесісіне де столбик без накида. Екеу. Келесі 3-шісіне де және 4-шісіне де столбик без накида жасаймыз. Енді біз аркаға келдік. Аркаға 2 столбик без накида, 1, 2 және де 3 воздушная петля, 1, 2, 3. Тағы да сол аркаға 2 столбик без накида, ешқандай накид жасамаймыз. Енді мына жерде бізде 4 бар ғой, 4 столбик. Сол 4-нің үстіне 4 столбик без накида жасаймыз. Біріншісінің үстіне столбик без накида, екіншісінің үстіне столбик без накида, үшіншісінің үстіне столбик без накида и 4-шісінің үстіне столбик без накида. Енді бізде мынадай жаңағы 2 столбикті біз бірге қостық қой, жарты-жартыдан, сосын общий қостық. Дәл соны алдынан өткізіп столбик без накида жасаймыз. Яғни міне мынау 2 столбиктен осылай бір жағынан кіргізіп, бір жағынан шығарамыз. Жіпімізді іліп аламыз. И столбик без накида жасадық. Енді бізде мына жерде 4 столбик бар. 4-еуіне де бір-бірден жасаймыз. Біріншісінің үстіне столбик без накида, екіншісінің үстіне столбик без накида, үшіншісінің үстіне столбик без накида и 4-шісінің үстіне столбик без накида. Енді аркаға 2 столбик без накида, 3 воздушная петля, тағы да 2 столбик без накида. Петляға емес, аркаға. Петляға кіріп кетіп жатыр крючогым. Енді тағы да 4-еуіне столбик без накида, біріншісінің үстіне столбик без накида, екіншісінің үстіне столбик без накида, үшіншісінің үстіне столбик без накида, 4-шісінің үстіне столбик без накида. Енді бізде мынау екеуге келдік, бірігіп тұрған. Оның 2 столбикті бірге аламыз, оң жағынан өткізіп сол жағынан шығарамыз, және де столбик без накида жасаймыз. Міне, сол кезде бізде қандай осындай жапырақтар пайда болып жатыр. Дәл солай аналардың барлығын тоқып шығамыз. Егер сізге осы екеуін көрсеткенімде түсініксіз болып жатса, айтып өткендегідей видеоны артқа қарай өткізіп, тағы да бір қарап, қайталап отырсаңыз болады. Міне осылай айналып тоқып келдік. Енді мынау бірінші бізде екеу қалды ғой, сол жерге бір петля, бір столбик без накида. Енді келіп, мынау бірінші бастаған столбикқа келіп, соединение жасаймыз. Соединительный. И бір воздушная петля жасаймыз.
және де осы жерден жұмысты тоқтатамыз. Және де мынау немізді, жібімізді тартамыз. Осылай тартып аяқтаймыз. Мынау жіпті қазір сосын әрбір жерінен жерден артқа қарай өткізіп, одан кейін мен қазір өзім қалай аяқтаймын, соны да көрсетейінші. Мен осылай бір келесі кез келген жерге іліп аламын. Сосын міне осы жіптің, мынау бірнеше жіптен тұрады ғой, соның бірнешеуін келесі бетіне шығарамын. Мысалы міне екеуі бір бетінде, екеуі бір бетінде қалды. Міне мынау жіптің екеуі мына жағында, мынау жеріне өткіздік. Енді осы екеуін байлай саламын. 2 рет және де 3 рет байлаймын. Ол енді мүлдем шешілмейді. Және де түбінен қиып тастаймын. Міне. Мына жердегі біздің ең бірінші бастаған жібімізді мына жерде тоқыған кезде тоқу барысында тез кішкене үлкейіп кетуі мүмкін. Соны тартып жақындатып қоямыз. Және де дәл солай артқы жағынан кез келген бір міне көрінбей қалыпты ғой, кез келген бір жерінен өткіземіз. Енді осы жіптің екінші жағына бір 2-3 түгін осылайынан бөліп шығарып аламын. Міне мынау бөлек шығарамыз. Мына жағында екеуі қалады, мына жағында екеуі қалды. Енді осы екеуін байлай саламыз. 1 2 және 3 рет жақсылап байлаймын. Енді түбінен қиып тастаймыз. Бұл біздің артқы жағы салфеткамыздың. Мынау алды. Міне бізде осындай өте әдемі салфеткамыз дайын. Бұның көлемін үлкейтіп тарелканың астына қоятын жасауға болады, чайниктің. Мынау менде ақманның астына салатын қып жасадым. Сондықтан осындай шағын. Қазір өлшеп көрсетейін, қанша диаметрі, қанша сантиметр шыққанын. Міне диаметрі 19-20 шамамен. Және де бұл осы біздің немізді, салфеткамызды кішкене сулап, немесе бір жуып алсаңыздар да болады, немесе осына үстіне кішкене суды пішік етіп, сосын утюгтің жай ғана парымен осылай үстінен жүргізіп өтсеңіздер, мына әдемілеп тегістеледі. Утюгті былай үстінен баспаймыз, күйдіріп алмаймыз, немесе былайынан теріс жағын қойып, үтікпен кішкене басып үтіктеп жіберсеңіздер, теп-тегіс болып жата қалады. Және де алдағы уақытта сіздерге салфетканың басқа түрлерін де көрсетемін. Мынау бізде 3D деп аталады. Осылай кішкене көрдіңіздер ме? Шығып тұратын. Жан жағындағылар кішкене көтеріліп шығып тұрады, бір гүл секілді болып. Теп-тегіс салфеткалардың да түрлерін салатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Каналымда тағы да басқа видеоларды тамашаласаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, қуанып қаламын. Сіздер де тоқып көріңіздер, және де каналымда мен Инстаграм аккаунтымды да белгілегемін. Сол жаққа кіріп, тоқып, және де мені белгілесеңіздер, қуанып қалар едім. Назарларыңызға рахмет.